Құрметті біздің Қостанай телеарнасының көрермендері, біз өз эфирімізді әрмен қарай жалғастырамыз. Біздің студияда келесі лектің қонақтары Әсем және Қанат Ражановтар. Ражановтар отбасы, жұлдызды отбасы дейміз, және Мирас мәдениет үйінің әртістері. Сәлеметсіздер ме? Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Жалпы музыка жүректерді табыстырады дейді. Бұл қаншалықты рас? Қалай ойлайсыздар? Сәлеметсіздер ме? Баршаңызға қайырлы күн дейміз. Шақырғандарыңызға көптен көп рахмет. Сұрағыңыздың жаны бар. Айтуыңыздың неге десеңіздер, біздің осы отбасы болуымызға да осы өнер, осы музыка десек болады. Себебі бала күнімізде өзіміздің туған жеріміз Жангелді ауданының Торғай селосында Болат Хамзин атындағы өнер мектебі бар. Сол мектепте екеуміз де дәріс алып, сол жерде бір-бірімізді танып деген сияқты. Арты осындай отбасы құрып, отбасы болып, ән айтып, сахнада жүрміз. Керемет. Жалпы осылай отбасыда жұлдызды отбасы болып, сахнада өнер көрсеткеніңізге қанша жыл болды? Қанша жылдай? Енді бала күнімізден ән айтамыз. Негізі Әсем Алматыда консерваторияны аяқтап, негізі мамандығы домбырашы болғандықтан, енді ән айту жағынан көп сахнаға кейін шықпай жүрді. Тек осы отбасын құрғаннан кейін 2014 жылы отбасын құрдық. Содан бастап ән айта бастадық. 10 жылдың көлемінде. 10 жылдың көлемінде. Керемет. Асем, вопрос к вам. Наверное, гармонию в семье обычно старается сохранить именно женщина. Как у вас это удается сохранять гармонию не только в семье, в семейном быту, но и в творчестве? Енді әйел адамның 40 жаны бар дейді ғой. Өзіміздің жұмысымызды жақсы көргендіктен барлығына үлгеруге тырысамыз. Отбасында жұмысымызды, сахнаны, оның сыртында жаңағы мектептегі жұмыстарымыз, оқушылармен жұмысымыз бар. Соның барлығын енді әрине бірге алып жүруге тырысамыз, себебі ешқайсында тастап кеткіміз келмейді. Сондықтан әрине егер қаласаң бәріне үлгеруге болады. Замечательно. Жалпы қандай жанрдағы әндерді жиі айтасыздар, дуэт болып? Негізі біздің дуэт болып ән айту барысымыз, негізі Әсем домбыраны және қосымша жетіген инструментін меңгеріп, сол мен өзім домбырамен ән айтамын. Сол екеуін бірге үндестірейік деп домбырамен жетігенмен ән айтып бастадық. Одан кейін эстрада жанрында да ән айтып, сол эстрада және дәстүрлі домбыра жетігенменен ән айтып жүрміз. Совсем недавно вы вернулись с концерта «Махаббат әлемі». Расскажите, пожалуйста, поподробнее, как проходил данный проект. Негізі осы эфирге келуімізде сол «Махаббат әлемінің» концерт жайлы айтуға келіп отырмыз. «Махаббат әлемі» деген бұл үлкен жоба. Бірінші рет қатысып отырмыз бұл концертке. Дегенмен бұл жалпы бұл жобаның, бұл концерттің ұйымдастырылып жатқаны 5 жылдан артық, қателеспесем 7 жылдай болып қалды. Бұның жобаның, концерттің ерекшелігі осы Қазақстандағы барлық өнерлі жұлдызды жұптардың қатысуымен болады. Яғни ерлі-зайыптылық отбасылық жұптардың, елге танылған және де біз сияқты әр облыста қызмет етіп жатқан отбасылық жұптар өнер көрсетті. Енді осы концерт бізде Астана қаласында өтті, Конгресс-холл сарайында. 23 жұп жаға басын бастап Қанат Айтгүл апаларымыз сол кісілердің әнін тыңдап өстік. Сол кісілерден бастап елге танылып жүрген Қыдырәлі Қарақат аға апаларымыз, сол сияқты Құралай мен Мирас аға әпкелеріміз сияқты сондай үлкен есімі алғашқы әйгілі отбасылық жұптар барлығын қатысуменен тамаша концерт өтті. Бізде өнер көрсеттік. Ұйымдастырылуы енді шыны керек керемет, барлығы халықтың қошеметінен ақ сезуге болады. Ал енді осы концертке қатысқанда жаңағына жұлдызды жұптар қатысты деп отырмыз. Қазақстанның түкпір-түкпірінен жиналған. Олардың ішінде аты Қазақстанға өте әйгілі жұптар да болды. Осындай қобалжу сезіндіңіздер ме? Немесе отбасымен бірге өнер көрсеткенде осындай бір қобалжу сезінбей ме? Енді қобалжу әр концертте, әр сахнаға шыққан сайын болады.
ол өнер адамының бойындағы тұрақты қасиет деп ойлаймын. Ал бұл концертке шығуда қобалжу тіптен болатыны анық. Неге десеңіз, үлкен сахна, өзіміздің күнделікті үйреніп жүрген Қостанайдағы сахналар емес, басқа елордадағы үлкен сахна болғандықтан, және де осындай елге танымал үлкен аға-апаларымызбен иық тіресіп сол кісілермен бірге өнер көрсету, ол үлкен жауапкершілікті талап етеді. Сондықтан да сол кісілердің мысы басып тұрды десек те болады. Сондықтан қобалжу әрине болды. Дегенмен енді өнерімізді қолымыздан келгенше көрсетіп, халықтың ықыласына бөлендік. Аллаға шүкір. Жалпы осы концертке қанша уақыт дайындалдыңыздар? Жалпы қандай ән шығардыңыздар? Концертке енді ұйымдастырушыларға әнімізді жібердік, бірнеше ән. 2-3 ай бұрын жіберілді. Негізі сәуір айында өту керек болған. Енді елдегі жағдайға байланысты кейінге шегеріліп осы 26 мамыр күні болды. Әнді ол кісілер өздері таңдап алды. Шырқаған әніміз «Бақ құсым» деп аталады. Авторлары оңтүстік өңірден шымкенттік Абзал Молдабеков деген бауырымыз, сөзін жазған қызылордалық ақын Бекжан деген бауырымыз жазып берді. Енді концерттің жақсы өтуі де сол шығар деп ойлаймын. Себебі барлық әндерді алдын ала жіберіп, ол кісілер өздеріне таңдап алып, әннің бағытына байланысты кезекпен кезек қою, оның барлығы осы концерттің жақсы өтуіне себепші деп ойлаймын. Сондықтан да бір әдемі бір леппен жақсы керемет концерт өтті. Одан қалды енді қанша уақыт деп жатсыздар, әніміз бар, одан кейін сол концертке арнайы тігілген киіміміз бар. Соның барлығына енді шыны керек біраз уақытымызды арнадық арнайы осы концертке. Уақытымыз да, қаражатымыз да енді барынша жақсы көрсетуге тырыстық. Замечательно. Ну, мы говорили о концерте и будем продолжать наши вопросы о нем. Ну, а сейчас давайте посмотрим небольшое видео с данного концерта. Жүрегімді менің баурап алдың солу көзбен, жақын кезің маған жаным сенің жалу сезген. Бағымды саған аманаттап тапсырдым жаным, тағдырымды енді гүлге бөле шырын сөзбен. Ақ гүлімсің, тәтті үнімсің, көңілімді жаулағансың, қол ұстасып бір жүрейік, сезім отын лаулаған. Да, действительно замечательно. Небольшая частичка атмосферы данного концерта передалась нам. Расскажите, пожалуйста, о этой песне. То есть эта песня ваша авторская? Да, авторская песня. Откуда пришла идея написать данную песню? Негізі бұған дейін біз жағы авторлық әндер дейміз ғой. Енді ол авторлық дегеніміз бұрын сонда өңдеу жасалмаған, арнайы өзімізге жағы аранжировка деп жатады. Сол арнайы жасалған әндерді айтылады, авторлық әндер деп. Негізі енді жеке мен өзім оған дейін де авторлық әндер жаздырып жүрген болатынмын. Көбіне осы өзіміздің Тобыл Торғай өңірінен шыққан композиторлардың әндерін насихаттау барысында. Дегенмен жағы өнер адамдары сынға сұрап жатады ғой. Сол кезде бір әңгіме естідік. Жағы өзге өңірдің композиторлары неге шырқамайды екен деген. Соған байланысты мен жағы өзге облыстарға шығып, сол жақтың қазіргі уақытта эстрадада хит деп айтады ғой, хит болып жүрген жағы композиторларға шығып ән іздеу барысында осы әнді жолықтап қалып, өзімізге Әсем екеумізге бірден ұнай кетті. Сол Абзал бауырыма шығып, сол осы әнді қолқа сұрап өзімізге алып, өңдеу жасатып, осылай жаздырдық арнайы. Енді ән көңілден шығып жатқан сияқты, әр концертте осы әнімізді шырқаймыз, жақсы сапалы дүние болды деп ойлаймыз өзіміз. То есть в эту песню вы вкладываете особые чувства, особые эмоции. Да. В первую очередь, что вы ощущаете, когда исполняете данную песню?
енді өзіміздің авторлық ән болғаннан кейін өзіміз таңдап сөзін лайықтап сол әнге жаздырғаннан кейін әрқашанда осы әнді айтуға тырысамыз, және де біреудің әнін айтқаннан гөрі өзіңнің әніңді айтқанда ұялмай, кәдімгі неге өзің жақсы сезімде тұрасың. Енді былай ғой, жағы әндің тыңдап отырған кезде ой жақсы ән екен деп мысалы былай тыңдай салуға болады, бірақ сол бір әннің шығуына қаншама күш жігер еңбек керек. Мәселені қарайтын болсақ, ол әнді таңдап алып жақсы көргенде ол әнге өңдеу жасатқан кезде ол қандай стильде болады, темпі қалай болады, оның барлығын ойлап, яғни бір жер сәтсіз болса ол дұрыс ән шықпай да қалуы мүмкін. Оның сөзіне лайықты сөз шығу кейде өте терең болып кетсе де болмайды, жылдам әнге деген сияқты да. Соның барлығын жаңағы тональностьты қоя білу, тағы төмен дуэтке өте тональность қою өте қиын. Соның барлығы кәдімгідей бір жүйкеге қатты әсер етіп кейде сондай еңбекпен келетін дүние да. Сондықтан соның барлық процесстен өткеннен кейін соның бір рахатын сезініп айтасың сахнада. Тіптен осындай үлкен сахнада айтқан кезде сол еңбегінің ақталғанына зая емес екендігін сезініп, керемет сезіммен шырқайсың. Керемет. Жалпы бұдан бөлек те басқа авторлық әндеріңіз бар ма? Мәселен, қандай әндер? Әрине, одан кейін жергілікті композитор Алтынбай Ситқасымов деген ағамыз бар. Сол кісінің әні мен сөзіне жасалған Кінәлама деген ән. Енді бұған дейін қазақ эстрадасында танымал болған ән. Ертеректе 2000 жылдар Ұлықпан Жолдасов ағамыз шырқаған. Дегенмен сол әнді бала күнімізден естіп өскеннен кейін дуэтпен Ерлі-Зайыптың орындауында ерекше шығады деген сеніммен қайтадан өзіміздің аранжировкада жаздырып шығардық. Одан кейін тағы да қырғыз елінен бір тамаша әнін алып, сөзін айтыскер ақын, осы біздің өңірдің келіні Жібек Шахмардан қызына арнайы сөз жаздырып, сол әнді де жарыққа шығардық. Қазір орындап жүрміз. Халықтың жалпы енді әлеуметтік желіде қазір жақсы пікірін алып жатырмыз. Әлде де дайын тұрған әндеріміз бар, бірақ әлі ұсынған жоқпыз халыққа. Ал осы репертуарыңыздағы бүкіл әндерді қосып алғанда, қарағанда ең сүйікті әніңіз қандай? Әр әннің өзінің ерекшелігі бар, таңдап ала алмайтын шығармыз, өйткені біреуі жағы халыққа байланысты, отырған жастар болса көбіне жастарға лайықты әнімізді айтуға тырысамыз. Осы өңірдің, әсіресе Торғай халқы отырған жерде Алтынбай ағамыздың әнін шырқауға тырысамыз. Сол сияқты әр әннің өзінің бір орны бар. Балаларыңыздың қайсысын жақсы көресіз дегенді айтады ғой. Тұңғышы махаббатымның тұңғышы, кенжесі не болмаса, ауырған балам жазылғанша, сапарға шыққан балам сапардан аман-есен оралғанша жақсы көрем деген сияқты. Сосын әр әннің өзінің бір орны бар. А может быть, есть все-таки такая песня, которую вы бы пели и пели на сцене? Асем, как вы думаете? Білмеймін, енді ондай ән мүмкін алдыда бола жатар. Енді барлық әнімізді сүйіп өзіміз жаздырғаннан кейін барлығын жақсы көреміз. Демек, алдағы уақытта да ән жазу ойларыңызда бар, иә? Әлі де жазып жатқан әндеріміз бар. Жұмыс процесі жүріп жатыр. Алдағы уақытта тыңдайтын боласыздар. Енді біздің жұлдызды жұп өздерінің бір еліктейтін, үлгі тұтатын жұлдызды жұбы бар ма екен? Әрине, өнер адамы негізі еліктеумен өседі ғой, жақсы жақтарын алуға тырысамыз. Кеше осы Махаббат Әлидің концертінде жарнама жүріп жатты сол уақытта. Айтып жатыр, ой, қанаттар көп екенсіңдер ғой эстрада деп. Шынымен де осы Махаббат Әлемінде 3 қанат өнер көрсетіппіз. Оның үлкені Қанат Айтқұл Құдайберген. Домбыраменен қазақ эстрадасында шығып, барша енді көрерменнен тыңдап өсті ғой сол кісілерді. Сол кісілер одан кейін барып, бізде елімізде әлемге танытып отырған Қанат Света Айтбаевтар. Сол кісілерде өнер көрсетті. Арнаймен арындап бардым, сол 3 қанат болып суретке түсіп алу керек, ағалармен Қанатпен Айтқұл сияқты елге танылып, Димаштай олғыз тәрбиелейік Қанат Света әпкелеріміз сияқты деп. Сол кісілердің барлығын үлгі тұтуға болады. Неге десеңіздер, өнерде ғана емес, өмірде де біреуге жол көрсете алатындай әрқайсының өзінің орны, әрқайсының өзінің керемет сөзі бар. Кеше ғана Алматы қаласында концерт өткізген Мираспен Құралай
аға әпкелеріміз осындай сұхбатын тыңдасаңыз, шынымен де өзіңнің өміріңе түртіп алатындай керемет сөздерін айтып жатыр, әңгімелерін. Оларды қалай үлгі тұтып еліктемеске. Сондықтан да әрқайсысы бір шоқтығы биік жұлдыздар, әрқайсысын ерекше жақсы көріп тыңдаймыз, жақсы жақтарына еліктеуге тырысып, сол кісілер сияқты болуға тырысамыз. Замечательно. Вы отмечали то, что к подготовке к данному концерте действительно ушло много времени. Были ли специальные подготовки именно на сцене в Астане, чтобы вы специально ездили на данные подготовки, репетиции, записывали там песни, ставили постановку? Біз енді өзіміз осы жақтан дайындықты жасадық өзіміз, және де тек қана костюм мәселесі бойынша ғана Алматы қаласына барып келіп отырдық. Ал концерттің дайындығына келетін болсақ, біз тек қана телефонмен жаңағы бишілермен ақылдасып, қандай би қоямыз деген сияқты сондай ақылдасулар болды. Ал концертке тек қана сол күні барған күні, өзі концерт болатын күні бишілермен кездесіп, сол жерде бір рет қана дайындығымыз өткен болатын. Сонымен сахнаға шықтық. Генеральный прогон, то есть, но все равно, несмотря на то, что на генеральный прогон было не так много времени, да, все равно номер получился очень хорошо, как мы и видели на видео, замечательно. О костюмах. Кто приложил свою руку в дизайн? Вы также внесли свою лепту? Біз енді өзіміз осы уақытқа дейін қаншама костюмдер тіктіріп жүрміз осы Қостанай қаласынан. Осы жолы Алматы қаласына жаңағы авторлық дизайнер, мықты дизайнерлердің бірі Азамат Арғынбаев деген кісінің ательесіне барып, арнайы сол кісілермен ақылдасып, сұлбасын бірге сызып дегендей, сол кісілермен жұмыс жасадық. 2 рет сол қалаға барып, арнайы сол костюміміз сәтті шықсын деген оймен енді сондай жұмыстар болды. Замечательно. Жалпы өздеріңіз айта кеттіңіздер, жаңағы үлкен концертке барып келдік деп, иә? Жалпы осы үлкен сахнаға алғаш рет шығуларыңыз ба? Енді бұл дәл осы залда мен өзім өнер көрсеткем. Конкурстарға бардым, басқа қалаларда да енді көбіне жағы конкурспенен барып өнер көрсетіп жүрдік. Енді Әсем өзі Алматыда 8 жыл білім алғандықтан көбіне енді домбырашы ретінде жағы оркестр құрамында, ансамбльдің құрамында өнер көрсетіп жүр. Тіптен енді осы Қостанайымыздағы белгілі Ақжелек ансамбльдің құрамында болғандықтан көп гастрольдік сапарлары бар. Тіптен шетелдерге де шығып өнер көрсетіп, Дубайда да мәселен барып өнер көрсетіп сахналарда жүр. Дегенмен мынау біздің отбасылық жоба ретінде барып көрсеткен осы өзге өңірдегі алғашқы, елордада басқа қаладағы үлкен алғашқы концерт. Керемет. Алдағы уақытта өзіңіздің осындай бір сольный дейді, осындай концерт жасауға жоспарыңыз бар ма? Сұрақты әдемі қойдыңыз, сұрақ қоймаса да айтам ғой деп отыр едім. Енді көптен бергі мақсатымыз, арманымыз әр әншінің өзінің негізі арманы деп ойлаймын. Және де халыққа есеп беру дейді ғой. Бұл уақытқа дейін қаншама репертуар жинап, барлығын сол жұмыстардың барлығын біріктіріп, Алла қаласа сахнаның мәселесі шешілсе, осы облысымызда халыққа есеп беру. Яғни бұл жерде айта кететін дүние бір табыс табу емес, біздің жасаған жұмысымызды халыққа көрсету, есеп беру ретінде концертіміз өткізгіміз келеді. Оған үлкен дайындық керек. Өйткені концертті Алла қаласа жанды дауыста, тек қана екеуміздің ғана емес, сол жерде Әсемнің дайындап отырған осы қазір Аллаға шүкір 30-ға жоқ жетіген шәкірттері бар. Соларды қосып, мен өзім мысалға Елубай Өмірзақов атындағы филармонияның оркестрімен де ән айтамын. Өзіміздің Мирас мәдениет сарайының ансамблі бар. Сол ансамбльмен оркестрлерменен жанды дауыста әніміз шырқап деген сияқты сондай үлкен бір жоспарлап отырмыз. Алла қаласа ол да орындалып қалар деген ойдамыз. Көптеген осындай бір ансамбль, и говорилось о том, о творческих коллективах, в которых вы принимаете участие. То есть, как я понимаю, творческий коллектив не один. Да. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, в каких коллективах вы участвуете, руководите, и как проходит работа. Енді осы жерде айта кететін дүние, шынымен де жалғыздың үні шықпас, жаяудың шаңы шықпас дейді. Шынымен де әрқашан өнерпазға қолдау керек қой. Сондықтан да біз өзіміз
осы концертке шақырған концерттің авторы, продюсерлеріне арнайы алғыс айтамыз, ұйымдастырушыларына, және де осы концертке бара жатсыңдар деп арнайы біз көмектесеміз деп өзімізді қолдаған осы Зухра Өтепбергенқызы бастап отырған Мирас мәдениет үйінің ұжымына, басшылығына мыңда бір алғыс айтамыз. Әрқашан бізді қолдап, қошеметтеп отырады. Жалпы өнер адамы арнайы бір қолына әкеліп қаражат бермесе де, арнайы бір костюм тігіп бермесе де, бір жылы сөз, жарайсыңдар деп қол баштаған сөздің өзі өнер адамын шабыттандырып отырады. Сондықтан да әрқашан шабыт беріп, қолдау беріп отыратын жанымыздағы жақындарымыз бар. Көптен көп рахмет айтамыз сол кісілердің баршасына. Енді осындай бір өнер ансамбльдері, осындай бір коллективтері жайында тоқталсақ. Енді айтып кеткенде жаңа Мирас мәдениет сарайында жұмыс атқарамыз ғой. Оның сыртында жаңағы Елубай Өмірзақов атындағы облыстық филармониясының қазақ оркестрінде және де Ақжелең фольклорлық ансамблінде өнер көрсетеміз. Оның сыртында жаңағы жетіген аспабында тәрбиелеп отырған шәкірттерім бар. 25-ке жуық, 30-ға жуық оқушым бар. Кеше ғана осы жарыққа авторлық дейді ғой, жаңа өзіміздің жеке әніміз, жетігенші қыздарымызбен бірге жазылған әніміз жарыққа шықты. Әлі халыққа тарай қойған жоқ. Енді алдағы уақытта ұсынамыз деген ойдамыз. Сол әнге кеше күні ғана бейнебаян түсірілді. Қыздарымызбен бір күн бойы жүріп, бейнебаянымызды түсіріп, енді монтажына кірісеміз Алла қаласа. Сол осындай жұмыстар жүріп жатыр әзірге. Алдағы уақытта YouTube желісіне шығады. YouTube желісіне әрине міндетті түрде осы Қостанай облысының 145 жылдығына арнап, осы қаламызға, туған жерімізге арналған бейнебаянымыз болады. Енді жетіген өнері, жетігенде ойнау өнері қазір осындай бір жанданып келе жатқан өнерлердің бірі деп айтсақ қателеспейміз. Осындай өнерді жандандырып, жалпы оқушыларға үйретемін деген ой қайдан пайда болды? Ол қазіргі таңда несімен маңызды осындай өнерді дәріптеу? Мен жауап беріп кетейінші. Негізі осы біз Қостанай қаласында қызмет етеміз. Бұған дейін Меңдіқара ауданында жұмыс жасаған болатынбыз. Отбасы құрған жылдар. Сол ауданда алғаш осы жетіген ансамблі құрылды. Ол уақытта енді облыста ешқандай жерде жетіген ансамблі болған жоқ. Алғаш 5 оқушыдан тұратын ансамбль болды. Сол оқушылардың әрқайсысына инструмент тауып беруді оңай емес. Сол уақытта арнайы көмек қолын созып Сайран Балкенұлы, Қазақстанның еңбек ері, сол кісі арнайы бір инструмент алып берді. Сол жерде басшылық жасап отырған Теменов Ерлан ағамыз, аудан әкімі, сол кісі ерекше ықылас бөліп. Содан ансамбль құрылып, жұмысты көргеннен кейін облыстық мәдениет басқармасы барлығы көзайым болып, бізді облыс орталығына шақырып, мінекей қазір өмірден өтіп кетті Назымбек ағайымыз, сол кісі әсемді филармонияға шақырып, осы облыс орталығына келгеннен кейін әсемдеке жұмысын жасап, осы қаладан жұмысын жалғастырып жатыр. Қазір Айсұлтан өнер мектебі бар, осы қала орталығында сол мектепте қызмет жасап. Қазір бір айтатыным, шыны керек, мен тек жұбайым ғана ретінде емес, жалпы мынау өнерді шынымен де дәріптеп жатқан үшін мен өзім риза болып, еңбегін бағалаймын. Неге десеңіз, үлкен инструменттер қазір кеше клип түсіріп жатыр дедік қой, бейнебаян. 25-тен артық оқушы, шәкірт, барлығының өзінің жеке басында инструмент бар. Ол баған инструменттің бағасы арзан тұрмайды. Сол ата-аналардың махаббаты инструментке деген, оқушылардың махаббаты, ұлттық өнерге деген махаббаты, сол инструментті алып, қазір қарап отырсақ облыстан мақтанып өзге өңірге көрсете алатын бір ұжым пайда болды. Сондықтан да еңбек үлкен деп айта аламын, келіншегімнің. Шынымен де үлкен қажырлы еңбек, себебі қос шекті домбыраның өзін үйрету оңай емес балаларға. Ал 7 жастан бастап келіп жатқан балалар бар, 20 шектен тұратын үлкен аспапты меңгертіп, мынандай жетістікке жету, енді қолда барды алтынның қадірін білу керек дейді ғой, бағалау керек деп ойлаймын өз басым. Керемет. Ал енді осы жетігенші аспабының жалпы ансамблінің құрылуы жайында неліктен осындай өнерді дәріптеу керек деп ойлайсыз? Біз енді
бұрында консерваторияда оқып жүрген кезде осы домбырада ойнап жүрдім ғой енді. Сол кезде ойладым, осы аспап үні қандай керемет, әлі осы Қазақстанға кең тарала қойған жоқ. Неге аспапты дамытпасқа, бұндай аспаптың бар екен, неге барлығы білмеске деген оймен үйрендім. Және де осы Қостанайға келіп, жаңағы Мирас мәдениет сарайына орналасқаннан кейін ансамбль құра бастадым. Яғни бұл аспаптың жаңағы енді домбыра сияқты өзінің орны болу керек деп ойлаймын. Қазақтың аспабы неге дамытпасқа, неге оны басқа елдерге, басқа жақтарға мысалға шығармасқа деген оймен енді жұмысымызды бастаған болатынбыз. Аллаға шүкір жүріп жатыр. Және де өте сәтті деп айтсақ. Сәтті, иә. Әрине, сәтті мен қосып кете беремін енді. Өзім ұстаз болғаннан кейін шамалы әңгімеге жақын. Сәтті екендігін бір сөзбен бағалауға болады. Былтыр Бозторғай, Ақкөгер, Бозторғай халықаралық конкурсына барды. Сол уақытта жюриде болған Стамғазиев Рамазан ағамыздың өзі келіп жақында. Иә, сол кісілер келіп, Қостанайда үлкен дем бар. Мұнша жетігенші болады деп ойлаған жоқпыз деп өздерінің бағасын беріп жатқан бетінде естідім. Өзге өңірлерден де жұмысқа шақырту болып жатыр шынымен де. Жаңағы бізге келсе мынандай маман керемет. Жаңағы ойнау бір бөлек, профессионал тұрғыда ойнау деген тағы бір орын бөлек қой. Сол осындай профессионал түрде оқушы дайындап жатқан ұстаз деп басқа бірнеше облыстан шақыртуда болды шыны керек. Сондықтан да ақталып жатыр. Еңбегі шүкір. Жаңа өзіңіз айта кеттіңіз, ұстазбын дедіңіз, иә? Жалпы жұбайыңыз жетігеннен сабақ береді екен. Өзіңіз қандай аспаптан сабақ бересіз? Енді айтсам таңғалып қаласыздар. Мен аспаптан емес, аспаптан десек болады, менің аспабым глобус. География пәнінен сабақ берем. Осы Қостанай қаласында 115-ші мектеп еді. Қазір атау берілді. Ахмет Бірімжанов, алаштанушы сол кісінің есімі берілді. Сол мектепте 2019 жылдан бастап география пәнінен сабақ беремін. Негізі мамандығым. Жан жақты, өнерлі, Қостанайдың намысын қорғап келген отбасы деп айтсақ, осындай бір керемет мысалдардың бірі болдыңыз. Өте қуаныштымыз. Сонымен қатар біздегі әрине бағдарламаның дәстүрі бұл қонақтарды осындай бір жылы лебіз жібере алмаймыз. Егер осындай бір туыстарыңызға, жалпы осындай өнер сүйер қауымға өзіңіздің жылы лебіздеріңізді білдірсеңіздер, екінші камера сіздерге арналады. Өнер адам үшін әрқашан оны шабыттандыратын қошемет. Сондықтан да мынау қазір дамып кетті ғой. Әлеуметтік желі арқылы көптеген керемет пікірлеріңізді білдіріп жатсыздар. Сол тілектеріңізге үлкен кісілер батасын беріп жатыр. Сол баталарыңызға, тілектеріңізге мыңда бір алғыс. Алла разы болсын дегіміз келеді. Елімізде тек қана тыныштық болсын. Кеше болып жатқан, мынау су басып жатқан өңірлерде барлығын Алла жеңілдігін беріп, арты үлкен жақсылықпен жалғасын дейміз. Елімізде тыныштық болып, табиғи апаттан аман болып, бейбітшілік болса, өнер адамдарының ән мен жыры сіздерге арналып, тек қана осындай жақсы күндерде жолға беруіңізді Алла сәтін салсын дейміз. Бейбітшілік ең бастысы. Денеріңізге саулық тілейміз. Өзіңіз бір-екі ауыз сөз. Мен де қосыламын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Тек қана осындай елімізді әнімізбен қуантып жүре берейік. Керемет. Біз алдағы уақытта сіздің жетіген мен домбыра сүйемелдеріңіздегі әндеріңізді естісек деген арманымыз бар. Келесі эфирлерде жүздескенше бізбен бірге уақыт тауып болғаныңыз үшін көп рахмет. Өнердегі жетістіктеріңіз көбейіп, дарынды шәкірттеріңіз көп болғай. Өнерлеріңіз өрге жүзе берсін.